Перизат, қалайсыз? Саламатсыз, жақсы, сіз қалайсыз? Перизат, бүгін бізде сұрақ жауап. Оқырмандардан сұрақ келіп тұр. Перизат неге пікір таласпай отыра береді дейді. Мен біраз қазақшам жоқ. Сол себептен пікірімді тура емес айтып қоямын деп ұяламын. Негізі айта беріңіз. Орысша қосып айтсам болады ма? Жоқ, қазақша айтыңыз, дұрыс болмай жатқан жеріңізді жөндеп жібереді. Бірақ көбірек сөйлеңіз, көбірек көріңіз. Оқырмандар сізді күтеді. Қырғызстан еліңізден бір оқырмандар тоже сізді күтеді, сұрайды. Мен әрекет қыламын. Мен бүгін ортадамын, кстати. Аделя, сізге сұрақ. Аделя енді үміткер күте ме дейді? Мен үміткер күтемін. Сезім жоқ ешкімге? Жоқ. Аға, қарындас деген нәрсе жоқ? Жоқ, ағаларым жоқ енді мен. Ағасыз қалып қалдыңыз? Ой, грустно. Бекзат, оқырмандар сіздерді сұрап жатыр екен. Бекзат пен Индира ортаға қашан шығады дейді. Сіздерде жалпы таныстық қалай? Бізде барлығы өте керемет жүріп жатыр. Жанымда мүмкін жоқ болғаннан кейін сезім одан сайын артқан сияқты. Сағынып жүрсіз ба? Әрине. Күнде жолығып жүріп қой. Ұрыс-керіс ештеңе жоқ па? Қызғанып мына жақтағылары. Жалпы өзі қалай? Бұйырса керемет. Индираға сәлем жолдаймыз, Сәлем жолдаймыз. Бұйырса келесі апта шығып қаламыз ортаға. Ғалымжаннан сұраңызшы, жобада қайсы қыздармен жақсы араласады дейді. Жобада бәрімен бірде араласам, қатты араласам деп айтамын мен. Даже балдармен де қатты араласпаймын. Да? Одинокий волк. Жігіттерден де бір жақын дейтін досыңыз жоқ па? Прям жақын деп айтамын мен. Бәрімен бірде араласам. Қайсыз? Күшті, өзіңіз қалайсыз, Амина? Оқырмандардан сұрақ. Руыңыз кім? Кіші жүз жаппас. Сіздің шабағын? Сіздің руыңыз? Мен ұрым Дулаттың ішінде Қорлас деген. Тимур, сіздікі? Адайдың ішінде Қараш. Батыс, батыс. Батыстықыңыз. Ақтөбе батыс. Аяулым неге сонша ерке дейді? Ерке? Қайта түсіресіз. Неге не болды? Тауықтың ғырын шығарып отыр. Балаңыз шала болып тұр ғой. Нұрсұлтан, сізге сұрақ, Мариям келсе қабылдай ма? Неге? Сезіміңіз жоқ па? Ал Перизат сізге таныстыққа ұсыныс жасаса? Қыз баласына жасаған қате болады ғой? Мен жасап тұрса. Қазір бір нәрсе айтсам тағы бір бәле деп шығасыздар. Қызға айтып шығасыздар. Ішіңізде болған затты айтып, еще бізді кінәлайсыз ба? Айтуға қорқатын болдық қой. Значит, бір бәле бар. Уже айтпай жатып осындай бір бәле. Ернар, барлық сұрақтар сіздерге қатысты болып жатыр. Ернар мен Аделя танысып жатыр ма? Жалпы қалай болып жатыр? Ернардың сезімі бар ма? Қайтсырым енді. Сезім дегенде андай ғой енді, құлай ғашық болу деген әңгіме емес, бірақ менің ойымдағы адам ғой, негізі. Мен оны эфирде де айтқам. Неге онда бір шалалықты кешіріп қайта қадам баспасқа? Алдағы уақытта возможно. Қазір бір-екі күнде жауап беремін. Әлі бір ренішмен жүрсе, бірақ сезім бар. Мен ешкімге ренжіген жоқпын. Ешқандай реніш жоқ, просто енді. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс кішкене шешім қабылдап. Эфирде біраз ауыр сөздер айтылып. Маған да айтылды, бәрімізге айтылды ол сөз. Сондықтан мен Адельдің тарапынан ешқандай сөз кір келтірген өте керемет. Ал үміткер қабылдауға дайынсыз ба? 50-50 болып тұрмыз. Бүгін стиліңіз ерекше.